Қайырлы күн достар. Бүгін осындай қыста желінетін, нанға жағып жейтін икра салатымызды жасаймыз. Бізге ең бірінші керегі қызылша, қызанақ, чеснок. Осындай ет тартқыштан өткізіп алған қызанағымыздың үстіне ет тартқыштан өткізілген қызылшамызды саламыз. Жанып тұрған отта бұрқылдатып тұрып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін астын басып 1,5 сағаттай қайнатамыз. Өйткені қызылшамыздың да қызанағымыздың да суы шығады. Сол себепті де суы кетіп нанға жағып жейтіндей болғанша, қоюланғанша әбден қайнатып аламыз. Мінекей көбігі шығып қайнады, кішкене сұйық бола бастайды. Суы шығып, сол суы кеткенше қайнатамыз. Өзі белгілі болады. Мен 1,5 сағат қайнаттым. 1,5 сағатта кішкене астын басып қоясыздар да, кішкене ғана бұрқ-бұрқ еткізіп қайнатып аласыздар. Мен осылай духовкада банкілерімізді стерилизовать етіп аламын. Бір сағаттан асқаннан кейін барып чесногымды осылай салатымыздың үстіне саламыз. 1 шыны су май құямын. Одан кейін тұзымызды, осылай құмшекерімізді салып аламыз. Құмшекеріңізді үлкен ас қасықпен 3 қасық немесе 5 қасық қоссаңыздар болады. Ал тұзды дәміне қарай, татуына қарай қосыңыздар. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, лавровый листті қосып жіберсеңіздер де болады. Оның бәрі өз еркілеріңізде. Өстіп жақсылап араластырып аламыз. Су майы әбден сіңіп, жаңағы икраларыңызға, салаттарыңызға әбден сіңуі керек. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Одан кейін жақсылап тағы да қайнатасыздар. Өзі белгілі болады. Бәрібір ыстық кезінде салаттың кез келгені сұйық болады. Одан кейін суығаннан кейін барып осылай қою бола бастайды. Одан кейін өстіп 1,5 сағаттан кейін салатымызды суымай тұрып банкілерімізге құйып алатын боламыз. Банкілерімізді міндетті түрде стерилизовать етіңіздер. Чәугімге болсын, духовкаге болсын стерилизовать етіп алуға болады. Содан кейін осылай құя бересіздер. Холодильникке сақтасаңыздар да болады, немесе суық жерге қойып қойсаңыздар да тұра береді. Еш уайымдамаңыздар. Өстіп мен бұралатын қақпақтармен жаптым. Қыстай жақсылап сақталып шықты. Осындай қою болып, керемет болып шықты. Өте дәмді, тіпті қызылша салаты білесіздер ғой, қандарыңызды көбейтіп, энергияларыңызды көбейтеді. Сондықтан жасап көріңіздер. Рахмет.